Оралхан Бөкеев, Ардақ. Шарықты бұлақтың Марқакөлге құяр айлағында сыңарын атып тастаған сарала қаздай болып жалғыз ғана қараша үй отыр. Үй жалғыз болса да өріске маңқыстап шығатын малдың қарасы мол. Төрт түліктің қай-қайсысынан да құралы хан емес. Бір қызығы, осы түлік бет-бетімен бытырап жайылмай, жұптарын жазбастан үйір қосып өретін. Ертеңді кеш таудың сонысына тас кенедей жабысып оттап жүрген қой ешкінің топ ортасында қарауыл боп танауы саңырайған ақ бас атан тұратын. Кейде осы үркердей үйірілген үйірге қожа шалдың мініп кеп тусап жіберген торы шолағы қосылар еді. Қапталына көбік қатып, үнемі қаспақтанып жүретін торы шолақта таң атқанша тойым болмайды. Тарбағатай тауының қойнауында елден ерек отау тігіп, жалғыз жарым қазақтың қоныс тебуі бұл өңірге таңсық емес. Күні ертең өз бастарына келетін туасы қылықтар. Туырлықтай жерге таласып, туысынан ат құйрығын кесіскендер тек ағайынның ғана жан жарасы ма? Иісі қалың жұрттың басын оңдырмай торлаған айықпас бұлты ғой. Қожа шал құйрық жалғыз емес еді. Есіркеген кіндігінен жалғыз өзі болғанымен 3-4 ата аралаған ағайыны барды. 25-ке толғанда есіркеген қайтыс болды да жамағайындары Шалабай мен Далабай есіркеген саған әке болса, бізге аға деп еншіні қылдай ғып бөлісіп алғанда сырғақсып кеткен еді. Қожа жалғыз шешесімен жұрағаттан айырылып, жұтағандай боп ескі жұрттарында отырып қалғанды. Ол әкесіне тартып пысық, бір тоға болып өсті де, әкеден қалған шағын шаруаны дөңгелек айналдырып шалқытып әкеткен. Кешегі мұрнының қаспағын жия алмай жүрген жаман қожаның өз ақылымен іштеніп, төрт құбыласын сай етіп алғаны жабағайындарының көңіліне қызғаныш құртын түсіріп, көре алмас күңкіл-күңкіл сөз тудырды. Інісі арғы ауылдан біреудің бүлдіршіндей жас қызын алып, ұлы жүңгір той жасап жатқанда, өзі болған қыз төркінін танымас деп, бізбен ақылдаспай қатын алып отыр ғой, бармаймыз деп, 3 рет ат сабылтып кісі жібергенде аяқтарының басын қайқайтып жатып алған. Жайымен жатса тағы бір сәрі, қожа тоқты сойып, есіркегеннің сүйегіне таңба етті десіп ғайбаттасыпты. Шалабай мен Далабайдың жат бауыр, қайырымы жоқ қатыгез болып өсуі қожаның шешесі Қадишаның көңіліне сынық түсіріп, ақ сүтін тел еміп өспесе де, қайындарының айында, жылында жеңеше аман отырмысың деп сәлем бермеуі арқасын аяздай қаритын. Шалдан қалған дүние тең бөлінген жоқ. Кемпір өз ұлы болған соң қожаға 2 тұсақты бізден жасырып берді. Қазір 5 қойы артық болып отырса, ол сол тұсақтан өрген тұқым деп, Шалабай мен Далабай тапа-тал түсте қозылы қойын айдатып алған. Есірген қайныларының бұл қылығына Қадиша ашуланған жоқ. Ауыл-аймақтан ұялмай дәті барып істеген ерліктері ғой деп, қабақ шытып күйінген де іштей тынған. Сосын қожаға оқыс байламайтты. Ағайынмен алысқанша, алысқа кетіп абыройыңды сақтағаның жөн балам. Ырылдаса беруге аналардың жүзі шыдап, қарабет бола берсін. Сенің инабатың бар еді ғой. Ел жұрттан ұятты. Марқұм әкең көксей беретін жері бар еді-ау. Анау Шарықты бұлақтың Марқакөлге құяр сағасында иен жақтан алаңқай бар. Ауылдан безіп, ауа көшіп кеткендердің алды-арты біз емеспіз. Үйді жығып, ертең таң құланиектене аттанып кетейік сонда. Аш құлақтан тыныш құлақ. Қожа отауының түтіні ертеңінде кемпір меңзеген жерден шығып жатты. Содан бері аттай зулап ширек ғасыр өтіп кеткен екен. Осынау уақыт қожаны ырыс болып қонып, жарылқап тастамағанымен тым жайсыз қоныс емес екен. Бар байлығы бір шайлығы, Қадишаны бұл дүниеден өзі көксеген тынышты мүрдесіне арулап аттандырған. Дүниеден кемпір кеткенімен Ардақ атты қыз келді. Қожа қаншама тықыршып, қыңқылдағанымен қатыны Ардақтан соң қайтып бала көтерген жоқ. Қожаның көз алдынан шешесін қалай арулап аттандырғаны әлі де кетпейді. Бәрі күні кешегі запыран құстырар зарлы оқиға. Ол күн сайын Абзал анасының томпайып жатқан қабіріне барып, ет бетінен түсіп құшақтап, өксіп
ұзақ жылағысы келетін. Өксіп-өксіп ұзақ жылағысы келетіні ет бауыр шешесін сағынғанда, баласына қиын-қыстау кезең туғанда ақыл сұрап сырласқысы келгені еді. Ежелден сүйекке сіңді бір беткей қыңырлығы бар кемпір жарық әлеммен қоштасар шала жансар сәтінде де көңілі босап, көкірегін қарс айырып күрсінген жоқ. Сергек әмірін жүргізіп, самбырлай сөйлеп жатты. Әжім-әжіп деген көзі кіртиіп, үзілер үміттің аса бір қорқынышты үнін паш еткенімен жанар түбінде болымсыз сәуле жылтырап, әлі де сөнбегені несі. Қош деп ұшар тіршілік құсының ең ақырғы қанат сілкінісі тәрізді осынау жанарда жасырынып жатқан. Қоламта арасындағы жалғыз шоқтай болар-болмас сәуле кемпірдің қайтып келмеске кетер кемпірдің ұлы өмірге деген іңкәрлігіне шырақшы ғана. Ол өлетінін, өлген соң ағайын туған қайтып көре алмайтынын сезген. Сезе тұра іштей таусылып босаған жоқ. Өйткені ол әйтеуір ақыры бір мәңгілікке көз жұмарын ес білгеннен біледі. Ес білгеннен соң аруақты сапарға дайындалып та жүретін. Кемпірдің өлімі соңдығынан жеңіл тиді, бірақ қожаға оңай соққан жоқ. Қожаға оңай соқпайтыны жүрегі ет әр бала өз анасын ақтық сапарға азапсыз, жылап-сықтаусыз шығарып салмас еді. Елден шалғай оңаша тірлігінің запылығын осы шешесі қайтыс болған мезетте пысықтай түскен еді. Сөйтсе айналайын адамдар керек екен. Қадиша қатты қысылғанда жанын қоярға жер таппай, басу айтар басалқы кісі болмаған соң солқылдап көп-көп жылады. Жылап отырып ауыл-аймақты тұңғыш рет сағындай. Кісі өлімі тіргесін, арулап ардақтап қойды дегендері адамдардың көп аз жиналғанына себепті. Бір үйдегі бір қария тек ұлының ғана қолынан аттанайын деп жатыр. Есің барда еліңді тап деген арыздасып жатқан кемпір. Біздік әншейін бетке өкпелеп, тонымызды отқа салу екен. Кең дүниенің кемшілігі болмай тұрмайды. Басқа тепсе де, жұртыңның қасында жүрсең, басың ауырып, балтырың сыздағандай болса, қол ұшын беруге жарар. Алғашқа шумен аттанып кетсек те, сол ер жұртты сен де, мен де көксемей жүргеніміз жоқ. Несін жасырайын? Пенде дегенің егер өлерінде бар шынымен сырын айтар болса, балам, менен көп ағаттық кеткен екен. Иті жесе де қайтып еліңе бар. Қалың жамиғаттан бір уыс топырақ бермаған соң, басқа біткен ырзықтың молдығына не пайда? Біле білсең сүйегімді орар кебінде жоқ-ау. Бұл айдаладағы адасқан үйде. Қарызға ала қоятын қоңсыласың жоқ. Құдайдың тарттырған жазасы да. Қожа шешесінің қабірін жалғыз қазды. Тас шыққан жоқ. Суыр топырақты жұмсақ екен. Жаңа ғана көмілген жас қабірдің басында үшеу тұр. Қожа, әйелі және 4-5 жасар Ардақ. Өлі тірінің не екенін парықтауға жетпеген сәби жаңа ғана ұйықтап жатқан әжесінің анау топырақтың астында көміліп қалғанын байыптай алмай аң-таң. Бала тілімен балдырлап, қайта-қайта қабірді ымдап көрсете береді. Қожаның ойы алай-дүлей. Ол шешесімен ұзақ бақылдасып, ағыл-тегіл сырласқысы, ары қарай тіршілік кешудің жөн-жосығын сұрағысы келді-ақ. Ананың асылдығы тірі кезінде білінбейді екен. Кімнің болсын көзі тірісінде қадірі болмайды ғой. Не көрсетті, қандай ұшпаққа шығарды, құлқу алланы үш қайырып, ақиретсіз аттанған ананы жарылқаған. Рас, бой-бой боп терлеп, лақатын әзірледі. Бұл туған ұлдың ғана емес, кез келген адамның парызы. Құдай-ау, аналық ардақ борыш немен өтеледі? Топырағың торқа болсын, аналар. Қожа ернін күбірлетіп, бетін сипады. Әйеліне қарап еді, ол әйелге тән қасиетпен үнсіз жылап тұр екен. Ардақ анадай жерге дымқыл жас топырақтан үй жасап, ойнап отыр. Уақыт дегенің пенденің уысында тұрған ба? Кеше ғана айқайлап, жарық дүниені аңсай алақанын жайған, ертеңгі күнге талпынған Ардақ 15-тен асып 16-ға иек артты. Ал 16 жас қыз үшін нағыз көктемнің көріктеп бір құлпыратын шағыс бетті ғой. Бір үйдің ұлы да, қызы да өзі боп, тым-тым ерке тотай шалықтап өскен Ардақтың тілі де шолжың еді. Қаншама ысылдаса да, арға тілі келмей, әке-шешесінің дымын құртты.
Тіпті ата-анасы осы жалғыз қаріпті көп-көп қауіп санап, бойшаң тартып, соқталана өсіп келе жатқан сүп-сүйкімді қыздың бар бақытын жоқ ететіндей шошынатын. Бірақ Ардақ үшін осылай сөйлеу керек сияқты. Әйтпесе қорланып, бар еркелігінен, бар ажарынан айырылып қалатындай әдейі шолжаң сөйлеп жүрді. Аспаннан былғары жауса да құлға оқшантайлық тимейтінінің кері болды. Қатын дейді. Қожа кәдімгідей кейісті түрде. Жалғыз қызымыздың сақау болуы санымызды талай соқтырар әлі. Еркек бала емес, әкеңнің аузын ұяйын, мал бейшем тимегеніңді көкейін деп ат үстінде шіреніп тұрып алатын қызың сақау деп бетке басып айттырмай қояма деймін. Елде ес бар ма? Түріне емес, тіліне қарайды көрерсің. Ұлың да қызың да Ардақ қой. Алмаса асып жейміз бе? Жүрсін көз алдымызда. Қолғанат болар, өзі де еркек шора ғой деген әйелі. Әй, қайдан білейін, өзіне қиын болады әлі. Қыз болған соң қызықпай тұра ма? Өзімізден көрмесек, кімге артайық жаланы? Ауыл-аймақтың ортасында өсіп, бала-шаға араласа берсе, бүйтіп сақау болып қалмас па?